Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрында екінші театрішілік фестиваль ұйымдастырылады. Бағдарламаға 2025 жылы сахналанған қойылымдар енгізілген. Олардың қатарында репертуардағы спектакльдер, сондай-ақ театр труппасының эксперименттік бағыттағы жұмыстары да бар. Фестивальдің басты ерекшелігі қойылымдарға сарапшылар мен театр сыншыларының шақырылуы. Олар шығармашылық ұжым жұмысын кәсіби тұрғыда бағалап, бағыт-бағдар бермек. Театр директоры Сағынтай Көпжасаровтың айтуынша, мұндай фестивальдер актерлердің кәсіби деңгейін арттырып, театрдың шығармашылық дамуына серпін береді. Бұның енді мақсаты театрдағы шығармашылық құрамының жұмысын алға қарай өрлету, тәжірибе алмасу. Өйткені сыншылардың айтылар әр пікірі шығармашылық құрам үшін үлкен маңызды. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді қазақ. Біз қайда кетіп бара жатырмыз, қай бағытта жұмыс жасап жатырмыз қазір, қандай бағытта жұмыс жасаған дұрыс, және қай жерде кемшілігіміз бар, қай жерде дұрыс бағытымыз бар. Мәнекей соның баршасын сыншылардың сараптарына салып, өзіміздің жасап жатқан жұмысымыздың бір қорытындысын, шығармашылық тұрғыда жасап жатқан жұмысымыздың бір қорытындысын көргіміз келу мақсатында үздік 2026 театр фестивалін ұйымдастырып отырмыз. Айта кетейік, 2025 жылы театр репертуарлық және премьералық қойылымдарды қоса алғанда шамамен 80 спектакльді көрермен назарына ұсынды. Театр тарихында отандық және шетелдік драматургия негізінде 400-ге жуық қойылым сахналанған. Олардың арасында тарихи тақырыптағы және классикалық шығармалар да бар.